Ассаламу алейкум. Алматы қаласының әкімі Ерболат Досаев және Алатау ауданының әкімі сіздерге бір өтінішім болып тұр. Міне біздер мына Алғабас ауылында келе жатырмыз. Алғабас ауылы мына Алматы қаласы Алатау районына қарайды. Мына қараңыздар, көше тас қараңғы. Столбалар бар, бірақ бірде-бір свет жоқ. Бірде-бір свет жоқ. Осыны бір қолға алсаңыздар, мына осы жерге бір свет қойсаңыздар, кешке мына балдар мектептен қайтатыны бар, жұмыстан қайтатындары бар. Көше тас қараңғы. Мынау Алматы қаласы, Алатау районы, Алғабас ауылы, міне Беласар көшесі мынау. Беласар көшесі. Түгел Алғабастың осы біздер төменгі жағындамыз. Бірде-бір свет жоқ. Бұлай ойласақ, мына Қарасай ауданында әрбір ауылдың өзінде свет бар. Біз мына қалаға кіреміз, бірақ біздің ауылда свет жоқ. Тас қараңғы. Кешкісін осылай жұмыстан, балдар оқудан осылай қайтады телефонның жарығымен. Алматы қаласының әкімі осын қолға алсаңыз жақсы болатын еді. Алатау ауданының әкіміне тапсырыс беріп, осы біздерге, осы көшелерімізге жарық орнатып берсеңіздер, нұр үстіне нұр болатын еді. Мынаны қараңыздар. Осы қараңғыда балдарымыз жұмыс оқудан қайтады. Үлкен кісілер жұмыстан осылай қайтады. Бізде бірде-бір шырақ жоқ Алғабас ауылында.